жақсы кетеді неміз. Жақсы кетеді. Кеше марқұм бауырымыздың анасы хабарласқан. Айтады, баламның өмірде өткені біршама уақыт болса да, қабірдің азабы көбеймес азайып жатыр дейді. Аулап жанып жатыр дейді. Соны сұрап, имамдардан, молдалардан сұрамын, бірақ білмейді. Сол сұрақты бізге қойып жатыр. Сендер де бірдеңе білетін шығарсыңдар. Көп пе азау дос болып жүрдіңдер. Не деп ойлайсыңдар? Неге қойып отыр? Білген мен осындай болатын бар ғой. Тоқтыш, не білесің айтса біздерге де. Білейік те? Осы бауырменен кезінде кездесіп қалған мен. Не болды? Сол кезде мақтанып, шіреніп өзінше бір жаңадан сайт аштым деп. Сайттың ішіне қарасам, мүмкей жалаңаш фотолар, ұятсыз видеолар бар ғой. Сол кезде бауырым, мынауың дұрыс емес. Әрбір көрген адамның күнәсі саған жазылады деп мен айтқам. Не деді бұл маған сол кезде? Ой, менің бұл жұмысым, наным, ертең әке-шешем досымен асырайым деп. Асырап атсың. Әке-шешесі бар ғой, қиналып жатыр анаяқта. Осы азапталып жатқанның себебінің бірі осы сайт шығар меніңіз. Мына сайтты өшіретін бір амалын табайық. Жүріңдер. Жүріңдер.